Birinchi sabaq C++ga kirishib, birinchi dev C++ degan бағдарламаны көшіріп алу керекпіз. Оны Google'da terimіз. Dev C++. Сосын, мысалы, мына жерден скачать етсеңіз де болады. Download деген, скачать деген, соны басасыңдар. Уақыт алады әзіміз. Осылай скачать етіп аласыңдар. Сосын үш кнопка жасайсыңдар. Мен үш кнопка жасап қойғам. Сондықтан мен оны істеп отырмын. Сосын мынандай программа ашылады. Мынау жұмыс үстелі. C++ бағдарламасының Dev C++. Жаңа бет ашатын болсаңыз, мына жерден New, Новый дегенді басасыңдар. Жаңа бет ашады. Немесе Ctrl-N деген кнопканы бассаңдар да ашады. Жаңа бет. Мынандай бет шығады. Осы жерге C++ бағдарламасын жазамыз. Программаларды осы жерде жасаймыз. Енді мына үлкен әріптермен жазу үшін, мына жерде параметр, сервистің ішінде параметр редакторы дегені бар. Мына жерде вид деген бар. Вид 20 қыласыңдар. Мен 20 қойдым. Ал негізі өзі 10 деп қояды. Окейді басасыңдар. Мысалы, 22 қойдық. Сәл үлкейеді. Енді бәріңізде осындай оқулық бар деп ойлаймын. Осы оқулық бойынша өтеміз. C++. Бірінші C++-дің алдын C бағдарламалық тіл болған. Оны Денис Ричи деген кісі 72 жылы өзінің операцион системасын жазу үшін ойлап тапқан. Unix операцион системасын жасайтын кезде C бағдарламалық тілді ойлап тапқан. 72 жылы. Одан соң 79 жылы оның ісін Берн Страустрап деген кісі жалғастырып C++ тілін ойлап тапқан. Алғашқыда ол C++-ті ойлап тапқан C++ тілін 83 жылы C кластармен деп қосқан, ат қойған. Себебі бұл C++ C-дегі барлық мүмкіндіктерді алып, соған қоса, соған жаңа нәрселер қосқан. Яғни, объектный ориентированный программирование деген нәрсені қосқан. Ал C бағдарламалық тілде объектный ориентированный программирование болмаған. Соны қосып, ол атын C кластармен деп атап қойған. Одан соң форумда, ғалымдар форумда оған C++ деп ат берген. C кластармен дегенге келіспеген адамдар сөйтіп C++ деген бағдарламалық тіл бірінші пайда болған. Енді жалпы бағдарламалық тілді жазған кезде бірінші Hello World, сәлем дүние деген қалай жазуымен бастап үйретеді. Бізде C++-те қалай жазылатынын көрсетейін. Кітапта айту бойынша бірінші include IOStream деген кейін using namespace деген нәрселерді жазу керекпіз. Шапкасы дегендей. Шапкасын енгіземіз. Ағылшын тіліне өтіп алайық. Include IOStream using namespace std.
Кейін деп жазамыз. Кейбір C++ бағдарламалық тілде мына жерде int деп жазуды талап етеді бізге. Егер де int деп жазатын болсақ, ол кезде біз мына жерде return деп жазуымыз керек болатын. Егер де кейінгі бағдарламалық версияларында, C++-тің кейінгі версияларында, яғни C++11 деген версияларында int-ті жазбауға да рұқсат береді. Int деген жазбауға да рұқсат береді. Өшетін болсақ, онда return-ді жазу қажет жоқ. Сонда қысқаша болады, сәл қысқарады. Өйтсеңіз де жұмыс жасайды. Бірақ басқа жерлерде ол жасамай қалуы мүмкін. Мынаны талап етуі мүмкін сізге, қате қылып көрсетіп. Int-ті жазуды талап етуі мүмкін. Енді біз қазірше осылай жаза салайық, қысқаша болып. Кейін түсініп аласыз. Енді cout hello world деп точка запятаямен аяқтаймыз. C++-те барлық жол командалар ең соңында, жолдың соңында точка запятаямен аяқталады. Hello world. F11-ді бассаңыз істейді. Немесе бірінші выполнить жасап аламыз. F10, одан кейін F9-ды басып нәтижесін көреміз. Немесе екеуін бірден қосып жасайтын болсақ, F11 екенді. F11 бассақ, әрі F9-ды жасап алады, кейін жауабын нәтижесін F10-мен көрсетеді. Екеуін бірге жасайды. Көбінесе соны қолданамын. Екінші, есім бересіз. Көріп тұрғаныңыздай hello world деп жазып шығып тұр бізде. Дұрыс жасап тұр. Мына жерге бізге есім программамыздың файлымыздың атын 2 деп қойды. Себебі мен бағана выполнить басқан кезде есім берген. Файлға, міне бұлай. Сохранить деп басқан кезде, мына жерде сізге мынандай форматта сохранить ете алады. CPP, басқа да форматтар бар. C++ деп форматын қойса да болады. Мына жерге есімін қоясыз. Есім жазасыз. Үшінші десеңіз, үшінші CPP деп сақтайды. Енді cout туралы түсіндіріп өтіп кетейін. Cout бізге экранға шығару үшін қажет болады. Кез келген мәліметті, мәтінді немесе экранға шығару үшін cout қолданамыз. Ал cout ол команда, бұл экранға шығаратын команда, мына iostream деген библиотеканың ішінде жайласқан. Осы жерден оқып, компьютер C++ cout не екенін оқып түсініп алып, бізге соны жасайды. Егер де мынаны жазбай қалса, онда cout-ты танымай қалады. Cout-тың не екенін компьютер танымай қалады. Міне жасап көрейік қазір. Мына жерде cout не екенін танымай жатыр. Cout was not declared in this scope деп. Яғни cout не екенін білмей жатыр. Соның cout-ты таныстыру үшін біз мына бір библиотеканы жазамыз. Include деген шақыру. Сосын мынандай скобканың ішінде iostream деп библиотеканың атын жазамыз. iostream input, output-қа жауап беретін, кіру, шығуға жауап беретін библиотека болады. Оның ішінде көбінесе біз қолданатын нәрселеріміз cout пен cin. Қазір cin екенді айтып өтемін. Осындай бірінші бағдарламамыз жазылады. Көп кітаптарда бағана айтқанымдай, мына жерде int деп жазып қояды. Int болса, мына жерде return тұру керек. Return 0. Оның return 0 кейін мына бір int не екен, біз функция тақырыбын өткен кезде түсіндіремін.
Осылай жасасаңыз да сол нәрсе шығады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Менің жағдайымда мен мына қысқарту үшін жазбаймын. Соның үшін таң қалмаңыздар, жазылмаған болса. Осылайынша да істей береді. Так. Келесі түсіндірме жолы. Комментарий жазады. Комментарий қалай жазылады? Комментарий жазылатын екі түрі бар. Мысалы, біреуі мынандай. Қия сызықша дейміз ба? Қия сызықшалар жазасыз. Одан соң не жазсаңыз да бәрі комментарий түрінде тұрады. Яғни программамыз оны көрмейді жұмыс жасаған кезде. Программа жұмыс жасаған кезде мына бір нәрсе оған көрінбейді. Ол мына жерде көрмей келесі қатарға өтіп, осы жердегі команданың жұмыс жасайды. Ешқандай нәрсе өзгеріс болған жоқ. Тек қана комментарий не үшін керек? Комментарий егерде біз программа жазған кезде көбінесе программистер мың қатар жазып жатады программалар. Сол кезде шатасып кетпеу үшін басқа бір оқырман, басқа программист оның кодын жазған программасын көретін кезде комментарий арқылы түсініп алады не жазып қойғандарын. Мына жерде мың қатар болса, бәрін түсіну үшін көп уақыт кетіп қалады. Сол көп уақыт үнемдеу үшін басқа программистерге түсінікті болу үшін әрде андай комментариймен түсіндіріп өтеді. Мына жерде не туралы болып жатыр, мына командасы не туралы болып жатыр, соның үшін бізге керек болатын комментарий. Комментарийдің екінші түрі мынау бір қатарға ғана арналған комментарий. Екінші түрі былай болады. Былай қойсаңыздар, бұл бірнеше қатарда комментарий жазсаңыздар болады. Мысалы, мына екеуінің ортасына көп сөздер жаза берсеңіздер болады. Екінші қатар, үшінші қатар деп жазып кете бересіңдер. Ал мына жерде мынандай комментарийдің түрінде екінші қатарға өткен кезде ол комментарий емес болады. Бірдеңе жазғыңыз келсе, ол комментарий болмай қалады. Мысалы, екінші мысалды жазайын. Сосын мынаны жүргізген кезде комментарий болмағандықтан мынаны түсінбей жатыр компьютеріміз. Мынау не екенін білмей жатыр, мынау қате деп көріп тұр. Ошибка дейді. Мынаны былай комментарийға қылсам, енді басқа жұмыс жасапты. Яғни комментарий қойғансыздар немесе мынандай түрде қоясыңдар, немесе мынандай бірнеше қатарлық комментарий жазғыңыз келсе, мынаны қолданасыңдар. Мына екі символды ашып, ортасынан неше қатар жазсаңыз да барлығы комментарий болып есептеледі. iOS жаңа айтқанымдай, бұл библиотека, include деген библиотеканы шақыру командасы. iOS деп мына бір қауыстың ішіне, сотканың ішіне библиотеканың есімін жазасыз. Кейін main деген главный функцияңыз, соның ішіне жазылады программалар осы жерде жұмыс жасайды. Cout-тан басқа және cin дегеніміз де бар. Кейін көріп өтеміз. Cin деген не екен? Жаңа жол деген бар. Енді мысалы, сіздерде бірнеше текст бар, ұзындығы. Ал кейбір сөздер
жаңа жолдан шықсын десеңіз, мындай әріптерді қолданасыз. Мысалы, новый линия деген, new line. Hello'мыз бірінші қатарда тұрса, old деген сөзіміз келесі қатарда шығады. Hello, old деген келесі қатарда тұр. Және мынандай нәрселер бар, горизонтальный табуляция. Горизонтальный табуляция деген ашықтық қалдырады. N-нің орнына түні басып көрейінші. Екінің арасында пробел пайда болады сонда. Hello, қаншадыр пробел бар, содан кейін old деген жазу шығады. Арасын қарасаңыздар, hello, old. Бірнешесін жазсаңыз да болады. Бірнеше табуляция қойсақ, соншама промежуток, old сылжиды былай. Оңға қарай сылжиды. Көріп тұрсыз, hello мына жерде, old'ымыз мына жақта. Арасында бірталай ашықтық пайда болады. Екі промежуток қойсақ, соның өзінде бірталай алыста тұр. Біреуін қойсақ, мұншама секіреді. Т деген осындай, N деген жаңа жолдан пайда болатын, жаңа жолға шығаратын. Ең соңғысы R деген бар. Return. Басынан бастау деген. Quick, оны R-ді салып, басынан бастайды. Old деген шығып тұр. Неге десеңіз, hello'ды жазады, hello'ды жазып экранға шығарғасын. Одан соңына R басын алып келеді, курсорды басын алып келеді. Hello'дың үстіне қайтадан жазып жатыр, old деген сөзді. R деген сондай нәрсе, курсорды басына алып келеді. Жалпы түсінікті. Енді кейбір сөздер бар, осыларды қолдана алмаймыз. Айнымалыларды қолдана алмаймыз. Олар резервте сақталған. Өзі компьютердің өзіне қолдану үшін керек, қажет болатын. Мына сөздерді қолдана алмаймыз. Типтер бар. Char тип бар, short and int, long int. Әрқайсысын жеке-жеке қарап шығайық. Char дегеніміз не? Мысалы, бірінші int қарап шығайық. Int дегеніміз бүтін сандар типі. Мысалы, int былай жарияласам, яғни айнымалы жариялап жатырмын. A деген айнымалы, оның типі бүтін сандар типі. Енді осыған мен бірдеңе енгізе аламын. Мысалы, A-ға 5 берсем, A тең 5 десем, экранға шығара аламын соны. Сан егер бірнеше нәрсені экранға шығарғыңыз келсе, мысалы мына жазуды және мына айнымалының мәнін бәрін шығарғыңыз келсе, онда былай жазуға болады. Яғни мына символ экранға шығару, cout'тан кейін мынандай жазылады. Сосын мына бір сан шығару үшін және соны жазу керекпіз ізіне. Одан соң мына қатар аяқталған соң мына қатардың соңында точка запятаймен аяқтаймыз. Енді экранға шығарамыз.
сан 5 деп болды. Мына жерде тағы айтып өтетін нәрсеміз негізінде былай жазсақ та болады. Cout санды экранға шығара аламыз. Одан соң A-ның айнымалының мәнін экранға шығарамыз. Осылай жасасақ та сол нәрсе болады. Сан тең 5 шығады. Немесе осы екеуін жазып отқанша соның бәрін бір Coutпен жазуға да болады. Cout деген экранға шығару. Осылай жазсақ та болады. Екеуі бір нәрсе. Жеке-жеке жазсақ та болады. Cout сан, одан соң Cout A деп жеке жазсақ та болады. Екеуі бір нәрсе. Осылай істесеңіз де бір нәрсе шығады. Яғни бұл жерде бүтін сан, бүтін сандар типіндегі айнымал A-ны жарияладық. Сосын ол айнымалыға 5 деген бүтін сан мән бердік. Сосын оны экранға шығардық. Ал егерде мен өзім енгізгім келсе, онда қажет жоқ маған. Cin деген қолданамыз сол кезде. Cin деген көріп тұрғаныңыздай, мынау out деген шығару, out деген ағылшын тілінде, in деген енгізу немесе кіру деген мағынамда, ішке деген. Out деген сыртқа дегендей. Ішке, яғни мына A-ға бірдеңе енгізіп болады. Сосын соны енгізгесін мынаны ішінде енгізген нәрсе бар, соның мәнін экранға шығарамыз. Қазір бізден сұрап тұр, мына Cin-ға келді команда, сұрап тұр бірдеңе енгізу. 15 деп енгізсе, сосын сан 15 деп шығарады. Енді не сұрап тұрғанын түсінбей қалдық біз. Сондықтан ондай нәрсе болмау үшін мына жерге Cout деп жаза салайық, біліп тұру үшін. Сан енгіз. Былай ол жақта болады. Сан енгіз. Не істейтінімізді біліп тұрамыз да. Не деп аттым? Сан енгіз деп аттым. Кейін күтіп тұрмын. Курсорымыз күтіп тұр. Біздің сан енгізгенбіз. 7 деп енгізсем, Enter'ді басқан кезде сан 7 деп шығара салды. Қос тырнақтың ішіне не жазсаңыз да, соның бәрін экранға шығара береді. Мысалы, сан равно деп шығарсақ та болады. Сан тең 25. Бұл int. Енді бірнеше сан енгізетін болсақ, бірнеше. Екі айнымалы жариялайық онда. A және B. Бүтін сандар. A сан мән береміз. Копировать. Ставим. Келесісі B-ға мән береміз. B-ға сан енгіз. Сосын екеуінің қосындысын шығара саламыз. Қосындысын қалай шығарайық? Қосындысын былай шығарсақ та болады. A плюс B равен тең A плюс B. Мына жерде мынау текст түрінде шығарады экранға. А қосылды, бұл жерде ештеңе қосылмайды. Ал мына жерде екеуінің қосындысын сан түрінде шығарады. Бір сан түрінде, бүтін сан түрінде. Тексеріп көрейік. Мына жерде A-ны сұрап жатыр бізден енгізуімізді. 4. Енді B-ны сұрап жатыр. 2.
Екеуінің қосындысы А қосу Б тең. Мына бір А қосу Б тең дегеніміз мынау. Мына бір текст экранға шығарды. Текст түрінде шығады. Сосын екеуінің қосындысының мәні мына жерде А. Соны мынандай қылып шығара салды. Бұны бұлай жазбай үшінші айнымалы жарияласақ та болады. А, Б, С мысалы. Сосын С тең А қосу Б деп жеке істеп алсақ, есептеп алсақ, одан соң нәтижесін мына жерде С қылып шығарсақ та болады. Ол да сол нәтижені шығарады. Аға сан енгіз 3, 2. Екеуінің қосындысы А қосу 5. Немесе С равен деп жазсақ та болады. С равен. Соның С-дағы мәнін шығарады. Алты қосу 3-міз 9 болады. Бірақ С-да 9. С-да сақтайды. Екеуінің қосындысын. Бұл деген интеджер. Енді бұл бүтін сандар болса, бүтін емес сандар да бар. Не үшін керек бүтін емес? Нақты сандар не үшін бізге керек екенін қазір айтып өтемін. Мысалы, сандарды бөлетін болсақ, мына жерде алуға да, қосуға да сол. Осылай жазылады, алуға да, қосуға да. Қалай? Алуға жазылады. Азайту. Көбейту. И соңғысы бөлу. Бұлай шығарайық. Мынаны бұлай бассаңыздар да болады. Немесе F11 бассақ та болады. Қайта-қайта бұлай басып кіріп жүргенше F11 басып салайықшы. Аға мән беру керекпіз. 4. Бұға мән беру керек. 2. Мына қара барлығын бір қатарға шығарып жіберді. Мына жерде жаңа жолдан баста деп айтпаппын. А қосу Б'міз 6, А алу 2, көбейту 8, бөлу 2. Қалай? Жаңа жол дегеніміз қалай? Яғни, мына жерде бұлай қайтадан қоса салу керекпіз. Жаңа жолдан. Сөйтіп, мынандай жазу керекпіз. Жаңа өттік қой біз. Жаңа жолдан бастайды. Жаңа жолдан бастайды. Міне. Осылай жазып, F11 басайықшы. 6, 3. А қосу Б'міз 9 шығарып. А алу Б 3, көбейту 18, бөлу 2. Бәрін дұрыс шығарып. Енді бұл бүтін сандар үшін егерде біз басқа мән берсек, F11 басамыз. Бұлай. Аға 1 берсек ше. Б'ға 2 берсек. Қандай шығады? А қосу Б'міз 3 дұрыс. 1 қосу 2-міз 3 болғандықтан. А
алу b, 1 алу 2 минус 1, ол да дұрыс. Келесі көбейту, 1 көбейту 2 минус 2 дұрыс. Ал мына жерде қате кетіп жатыр. 1 бөлу 2-міз 0 деп тұр. Яғни 0,5 шығу керек бұл жерде. Ал ол мына жерде бүтін сандар типі болғандықтан ол бүтін жағын ғана шығарады. Бүтін емес жағын, нақты жағын шығара алмайды экранға. Сондықтан біз сондай бүтін емес нақты сандармен жұмыс жасау үшін біз екінші тип float деген жұмыс іске асырамыз. Нақты сандармен жұмыс жасайды. Float деп жазамыз. Float. Енді тексеріп көрейік, қате бар ма? Қате жөнделді ме? Соны тексеріп көрейік. A5 и B-міз 2. Енді қарасаңыздар, A қосу B 7, ал дұрыс, көбейту 2 өз дұрыс, ал бөлген кезде бүтін емес жағында шығарады. Нақты жағында шығарады. 5 бөлу 2-міз 2,5. Ал бүтін сандар болған кезде бағана жариялағанымызда мына жағын шығармайтын еді, ол бүтін жағын ғана шығарды. Түсінікті. Енді float'тан кейін дәл сондай нақты сандармен жұмыс жасайтын тип ол double. Бірақ оның көлемі дейміз бе? Үтірден кейінгі сандарының 15 санға дейін шығарылады. Ал мынау 7 санға дейін шығарылады float'ымыз. Бізге 15 санға дейінгі ар жағында үтірден кейінгі сандар қажет болса, онда double'мен жариялаймыз, double'мен жұмыс жасаймыз. Мысалы, p-мен жұмыс жасаймын. P дегенді жарымызы. Ұзын санда шығарылатын болса, соны double'дармен қолданады. Double деген типпен қолданады. Ол да сондай. Ешқандай айырмашылық жоқ. 1, 2. 0,5 шартын 1 бөлу 2-міз. Дұрыс деп жарайды. Енді жаңағы char деген не? Char деген ол санымыз символдармен жұмыс жасайды. Мысалы, санымыз әріп жазатын болсам ше. Char A, B, S дегендер занят уже. Ондайларды қолданып қойғанбыз. Келесі С. Мен осы сығылды ештеңе қолданып жатқан жоқпын. Осы сын жазылсын. С. Мыналардың бәрін комментарияға жіберсек болады. Біздің комментария қыласыңдар. Сонда көрмейді. Программа көрмейді. Cin. С. Cout. С. Жерде С-ға мән беруді сұрап тұр. Мысалы, A, F десек, F шығарады. Ал сіздер С-ға емес, бір санға сондай әріп беріп көрсек, онда ол істемейді. A-ның типі double ғой. Соған символ беріп көрейікші. Бір әріп жазып көрейікші. A-ны сұрап тұр бізге. A-ға мән береді.
F деген әріпті басам, F. Сөйтіп шығарсам 0 болып шықты. Яғни болмайды. İstемейді. Немесе басқа әріптерді басып қойшы. Р деген. Р ма, Г ма? Бәрібір 0 шықты. Әріптермен символдар жазатын болсаңыздар, онда мына char деген тип керек болады. Веб белгісін экранға шығарды. Ол санды да қабылдай алады, бірақ санды символ түрінде қабылдайды. Мысалы 5 деген белгісін 5-ті қабылдады да экранға шығарды. Бірақ бұны символ ретінде түсініп тұр. Бұның көлемі 1 байт. Мөлшері. Интежердікі 4 байт. Кейін short int дегендер де бар, қысқа 2 байт. Енді основном қолданатын нәрселер бұл жерде char, int, float пен double болды. Бұл дегенде арасында қолданады. Логикалық тип true немесе false. Оны кейін көріп жатамыз. Сол тақырыпқа келген кезімізде. Мынандай есеп берілген. Сандарды енгізу char. Biz 5-ci sınıftan esirmiştik. 8-ci sınıftan. Сегізінші сыныпта 32-33 параграфта практикум алгоритмдер программалау деген 8-ci сыныптың осындай нәрсе бар. Бірінші есеп дөңгелек радиусының шамасы бойынша шеңбердің ұзындығы мен дөңгелек ауданын есептейтін программа жазыңдар деген. 171-ші бетте көресіңдер. Осындай есептер. Не істейміз? Бұндай дөңгелек болса, мынау радиус. Радиусын енгізген кезде бізге ұзындығымен, шеңбердің ұзындығымен дөңгелектің ауданын есептейтін. Еске түсірейік. Дөңгелектің ұзындығы ол қандай еді? Яғни формуласы P тең ұзындығының формуласы. P R. Ал ауданы S тең P R квадрат. Осы формула бойынша есептейміз. Демек, бізге не керек? Пи'ді анықтауымыз керек. Радиусты.
Bunların bärini öýüpsek, bizge haýsy kerek bolup turgany bolar. Pi gerek, radius gerek. Double bolup tura bersin. Hiç kimde ziyan yok. Pi'miz çeyreleik. Pi'de onu düşünbüydü. Kompüter pi'ni ekin. 3,14 depsin. Saxtap koyayım. Asosi Cout. Radius yengez deyimiz mi? Kıskası radius yengezi koyacağım. Düşünüp. Eğer tutsak Cin eğer endi Cout. Odanı. Şimdi yerden odanı. Kim? Odanı neydi? Pi kvadrat. Pi köpeytilen r kvadrat degende hazır ötken jok sal. Şonduktan ağır r'de radius 2 ket köpeyti salan. Cout uzunluğu. Şimdi yerden döngülük uzun çemberin uzunluğu. Uzunluğu. Yıkı. Büyütü. Ki. Büyütü. Ağır. Olmazsa yıkı. F11'de basıp koyduk. Radius tutup durmagan. Radius 3 desin. Şemberden awdany 28,26. Şemberden uzunluğu 18,8. Jaňa joldan çyksyn deseňiz, baganagy näçeni ýengizip berip soňuş. Baganagy endegende şaýlyk jaňa joldan çykypdy. Şurası şemberden awdany 28,26. Şemberden uzunluğu 18,84. Durus. Endi tagy bir aýtyp berýän jerimiz bar. Eňiň orna tagy bir komandamız bar. End degen. Ayakta degen. End degen osy katarda ayakta. L degen jaňa liniýaga goý. Endi ol da sol jumuşdy atgarapdy. Tak. Tagy gatnaşýarys. Näjede pi'nin özünden ýazylatyn şoly bar. Çerit. Pov degen komandamız bar.
Андай power деген дәреже деген R'дің екінші дәрежесі дейсің. Так, power'ды түсінбейді. Power'ды түсіну үшін біз библиотека шақырамыз. CMAS деген библиотекамыз бар. Математикалық формулаларды осы жерден шығарып аламыз. Power дәреже дегендер осы жерде жайласқан болады. Жасап көрсек істеп тұр. Қалған санды берсек, нүктелер жасап тұр. Оның жақсы жері CMAS-де тек қана power емес, басқа да қазір біз қолданатын формулаларымыз бар. Яғни пидің өзінде таниды компьютер. Қазір мен есіме қарап жүрдік. PI C++ MPI екен. MPI. Қаншалық дұрыс істейді көрейік. Істеп тұр. Яғни енді мынаның қажеті жоқ бізге. Мына пидің де қажеті жоқ. Мына жерде бізде MPI дегеніміз бар. MPI. Енді компьютер түсінеді. Мына пи екенін түсінеді. Және ол 3,4 емес, одан да ұзынырақ сан. Шынайы пидің өзі саны шексіз ғой. Сонымен қанша бір бөлігін алады мына жерде. Басқа сандардың емес қой. Бәрі істеп тұр. CMAS-дің керек жері бізге пайдасы. Power деген формуланы, дәрежені шығару функцияны қолданып жатырмыз. Және пиді қолданып жатырмыз. Осының ішінде жайласқан бәрі. Так, келесі есеп. Төмендегі өрнектерді есептейтін программа жазыңдар. Мынандай есептер. Енді мына жерде төбірасты деген бар. Ол да төбірастыда мына CMAS-дің ішінде жайласқан. Төбірасты. Pascal тілде ол SQR еді. Мына жерде сондай болса керек. Қазір көреміз. Мына есепті істеу үшін бізге A айнымалысы, B айнымалысы, K айнымалысы керек. A айнымалысы, B айнымалысы, K айнымалысы. 3 айнымалысы. Енді жазамыз. Біріншіден төбірастыны істетіп көрейік. Төбірастыны қолданып үйреніп көрейік. Аға мән береміз, Аның төбірастыны шығарайық экранға. SQRT еді, Pascal'da C++'de сондай болса керек. Тексеріп көрейік. Аға 4 берсем, төбірасты 2 шығып шықты. Дұрыс.
деп тұр. Жалғастырайық онда. Былай қатары A-ға G-ге мән беріп, одан соң B-ға G-ге мән беріп отырғанша екеуін бір қатара жасап жіберсек те болады. Былай жасалады ол. Бірақ ол да қате емес. Жеке мән бергенде ол да қате болып есептелмейді. Ол да дұрыс жасайды. Мынау қысқаша тұру соны. Так. Түбір асты А қосу түбір асты Б. Скобканы ашайық. К тең скобка ашамыз. Түбір асты А скварты А қосу скварты Б. Үстін жазып алдық. Енді асты қалды. Бөлу деген мынандай жазылады. Қайтадан скобка ашамыз. Скварты скобка ашып тұр. А квадрат қосу Б квадрат деген. Бағана квадрат дегенді полмен жазған еді. Пол не екенін түсіндірдім. Екінші дәреже десек, екінші дәрежесін алып қосу пол Б. Екінші дәрежесі. Одан соң экранға шығарамыз нәтижесін. A-ны енгізем. 1. Б-ны енгізем. 2. Нәтижесі мынандай шықты. Енді мына жерде не үшін мен скобка алып жатырмын? Ал кітапта скобка жоқ. Себебі мен мына скобканы жазбасам, сосын бөлшектің астындағы скобканы да жазбасам, онда компьютер қалай түсінеді? Компьютер мынаның түбір астына алып алады А-ны. Одан соң түбір асты Б-ны алып, соны түбір асты мынаған бөледі. Мына екеуі бөлек істейді. Ал сосын шыққан нәтижелерді бәрін қосып шығады. Ол кезде қате шығады. Себебі бөлшектің үстінде мынау да қосылып тұру керек. Мына бір бөлшектің үстінде, астында болса мынау да қосылып тұру керек. Астында мына екеуінің бәрі қосылып тұру керек. Сондықтан мен скобка аштым. Астына скобка қажет жоқ екен. Мына жерде себебі скобка ашылған, мына жерде жабылған. Үстіне тек қана мынаны бөлшектің үстіне қою үшін мен мына жерде скобка ашам. Қауыс ашам. Қауысты жабам. Қауысты жабам. Вот. Дұрыс қателігін білу үшін шынымен сан беріп көру үшін. Төрт қойсам, мынаған 9 қойсам, 4-тен 2 шығып, 9-дан 3 шығып, 2 қосу 3, 5 болады сонда. Ал 4-тің дәрежесі 16, 9, 81, 81-ге 16-ны қосып, қайтадан түбір астынан бөлу керек. Бәрібір бүтін емес сан шығады. 4, 9, бүтін емес сан шығады. Келесі есеп. Мынау 3-ші дәрежесі асты. Z-тің 3-ші дәрежесі, Y-тің 3-ші дәрежесі. Так, айнымалдар X, Y, Z. X. Енді тағы бір айтып өтетін нәрсеміз. Бір есептің үстіне жазып бұрынғы есептер өшіп қалады. Бұрынғы есептерді
сақталып қалсаңыз десеңіз, онда мынадан жаңа бет ашасың. Ctrl-N екен. Ctrl-N дейміз. Жаңа бет ашасың. Сонда мынаған бұрынғы нәрсеміз өшіп қалмайды. Копировать етемін. Көшіріп аламын. Қайтадан жазып отырмау үшін. Мына жаққа тастай саламын. Енді мына жерге басқа есепті жазайын. Сонда анау өшіп кетпейді, бұрынғысы тұра береді. Так, X, Y, Z дедік. X, Y, Z. Үш айнымалы. Сосын не еді? Y пен Z-ті енгіземіз. X табу керекпіз. Y пен Z-ті енгізіп жатырмыз. Y пен Z енгізіледі. Және мына жерде басқаша жазылған бірінші Z. Бірінші Z-ті қойыңыз. Керегі жоқ енді. Басқа есеп себебі. Нәтижесі X шығып. Мына жерде жазам. Так. Z пен Y көбейтіледі. X тең Z көбейтілген Y бөлінген түбір асты сквертті дегеніміз түбір асты. Сосын Z-тің үшінші дәрежесі, Y-тің үшінші дәрежесі. Z-тің үшінші дәрежесін қалай істейміз? Бағана пол дедік қой. Пол Z деймізді өтіп үш дейміз. Үшінші дәрежесі болады. Кейін қосу. Пол Y-тің үшінші дәрежесі. Y өтіп үшінші дәрежесі. Точка запятаямен аяқтау керекпіз. Нәтижесін шығарады. F11 төртінші есеп деп ат беремін. Төртінші есеп. Мына жерде мен сұрап тұрмын, Z-ті енгізу керекпін. Бір Y-тен шықты. Келесі есеп. Мынау абсолют мәні. Яғни минус сандырғызып плюске айландырып. Абсолют мәні. ABS. ABS деген функциямыз бар. Келесі есепті ашайын. Жаңа бетке. Мына жерден көшейін. Қайтадан жазып отырмау үшін. Теріп жазып отырмау үшін. Көшейінді мына қойа саламын. Так, берек. Мына жерде X деген Y нәтиже шығу керек. Есеп керегі жоқ. X-ке мән берілеміз. Y-ке нәтиже шығады. Өлшеп қайтадан жазасың. Y-ке Y нәтиже шығады. Мына жерге жазым керек. Так, X бірінші абсолют шама. ABS деген. Қателеспесем осындай еді. Абсолют шама. X квадрат. Пол деп жазсаңыздар да болады. Немесе X көбейту X деп жазсаңыздар да болады. Пол жазылмайды енді. Үйрендік қой полдың өзін. X квадрат минус неше? 2,4 көбейтілген
x қосу бөлшектің үсті x плюс 1 бөлшектің үстін жазу үшін скобкамен жазамыз. X қосу 1 бөлу бөлшектің асты x квадрат қосу 2. Онда скобкамен жазамыз. Дәреже дегеніміз x квадрат дегеніміз дәрежесі жазылып отырса x-тің екінші дәрежесі x-тің екінші дәрежесі қосу 2 дедік. Тәлі сондай шықты. Сондай жазылды деген нәтижесін тексерейік. Екінші есеп. X сұрап тұр. 1 десем, жауап шықты. Дұрыс. Так. Не үшін мен дабыл не істеп жатқанын түсініп жатқан шығарсыңдар. Себебі нәтиже шыққан нәтижелер бүтін емес сандар шығады. Түбір астынан бүтін емес нақты сандар шығады. Сондықтан біз оны дабыл деп жариялау керекпіз, немесе флот деп жариялау керекпіз. Әйтпесе int деп жарияласақ, бізге бүтін жағын алады да бүтін емес жағын қысқартып тастайды. Содан кейін ол қате шығады нәтиже. Келесі үшіншісі берілген үш санның орташа арифметикалық және орташа геометриялық мәндерін есептейтін программа жазыңдар. Келесі есепті ашып аламыз. Қайтадан жазып отырмау үшін әрбір көшіріп алайын. C-мәстің библиотеканың ішінде орташа арифметикалық прогрессия дегенде болу керек. Так. Қандай сандар берілген? Берілген үш санның екен, үш санды. X, Y, Z дей саламыз. Үш санды. Орташа арифметикалық прогрессия деген не? Яғни үшеуін қосып тұрып, үш санды қосып тұрып, үшке бөлеміз. Орташа арифметикалық деген сол. Әжеге жазды солай. Арифметикалық нәтижесі. Үш санды қосам, скобкамен қосу керек. X, Y, Z, 3. Angle деген керек, жаңа қатардан бастау керек, келесі курсорымыз себебі. Болмаса, келесі жазылған нәрсеміз ізінен жалғасып кетеді. Мынау арифметикалық. Не үшін мына жерде скобка жазып жатырмын? Егер скобканы жазбасақ, не болады? Мына санды жеке қосады, ал мынаған Z-ті 3-ке бөліп алады да, сөйтіп оған қосады үстіне. Қате шығып кетеді жауап. Сондықтан мындай жерде скобка ашасыз да, скобка жабасыз. Бөлшектің үстін жазған кезде сондай, астына жазған кезде сондай болады. Бірнеше сандарды жазатын болсақ, 3-тен кейін және сандар болса, онда мына жерде скобка ашу үшін. Тексеріп көрейік. F11. 6-шы есеп. Так. 1 қосу, 2 қосу, 3-шіміз 6 болады. 6-ны 3-ке бөлсек 2 шығу керек. Сондай шығам екен көрейік. 1, 2, 3 деген 3 санды енгіздім.
Arifmetikалық 2 шығады екен. Мынау y шығып тұр. Керек емес бізге. Дұрыс деп тұр. Және қандай сандар бар? 2 қосу, 3 қосу, 4 десек, 9 бөлу 3 шығу керек. 2, 3, 4, 3 шықты. Дұрыс. Барлығы дұрыс деп тұр. Так. Бұл жерде геометриялық прогрессия деген бар. Ол деген түбір асты алу керекпіз. Так. Геометриялық прогрессиясы. Бұл да енді геометриялық түбір асты алу керек. Түбір болғанда, егер де 3 сан болса, онда 3-ші дәрежелі түбір асты болу керек. 4 болса, 4-ші дәрежелі түбір асты болу керек. Солай кете береді. Ана жерде 3 болғанда 3-ші дәрежелі. Қалай істейміз? CBRT деген бар, куб түбір дегеніміз. X екі үш алтылы геометриялық мынандай шықты. Өзіміз білетіндей санын шығардық көрейік. 1-ге 2-ні бөлсек 2 көбейту 3 6 түбір астынан дұрыс шықпай қалады. Түбір астынан дұрыс сан шығу үшін, бүтін сан шығу үшін не істеу керекпіз? 27 деген сан жағу керекпіз ғой. Сонда түбір астынан 3 шығады. Онда 3 деп жазып көрейік. 3. Арифметикалық болады. 3 геометриялық 3 дұрыс. Әр дүкен бойынша жасалған жоспардың орындалу пайызын анықтап. Так, бүгінгі тақырып бітті. Айнымаларды түсініп алдық. Мынау 4-ші есеп үйге тапсырмас сіздерге. Осыны жасап бересіз. Бұл деңгейіндегілер, олар басқа тақырыпқа тиісті мәселелер. Мына жерде де түсіндіргенбіз бәрін. Esquer'ді 22-ші бетте кітапты алғандарға мына жерде 21-ші бетте сандар есептер бар. Осы есептерді қарап шығасыңдар. 2 санның енгізілген қосындысы, 2 санның бөлінісін табу, бөліп жатыр. Санның квадратын шығару, пау деген бар міне. Санның кубын шығару, пау 3-ші дәрежесі. Осы есептердің бәрін істеп шықсаңдар, бүгінгі тақырыпты түсінесіңдер. Жаңа істеген нәрселеріміз бәрі. Қош сау болыңыздар. Сонымен бүгінгі
Sabahımız аяқталды.